Сәлем достар, бүгін сіздермен холодныйға қойылатын дәмі өте ерекше шығатын рулеттің рецебімен бөліскім келіп отыр. Бізде бір қамырға, лаваш сияқты бір қамырға бір рецеп бөлек-бөлек пісіреміз. Бір жұмыртқамызға 2 қасық майонезімізді, 2 қасық сүтімізді қосып, жақсылап бәрін бір келкі етіп араластырып аламыз. Жақсылап біріккен соң үстіне ұнымызды қосамыз. 2 қасық ұнымызды қосып, тағы да жақсылап бір келкі болғанша әдемілеп араластырып аламыз. Бізде осы бір рецептен бір рулет шығады. Енді қызып тұрған осындай дәу табамызға кішкене май жағамызда осылай блины сияқты құйып, орташа отта пісіреміз. Асын жайлап қарасаңыздар болады, асын ашып чет-четі піссе, келесі бетіне аударамыз. Міне осындай біздің бір рулетіміз дайын. Бұдан бір ұзын рулет шығады. Сізге қанша штук керек, қанша жерге қойып, сонша рулет пісіресіз. Маған 4 жерге керек болды, мен 4 рулет пісірдім. Енді рулеттің ішіне начинкасын дайындаймыз. Пиязымызды әдемілеп қызарғанша қуырып аламыз. Пиязымыз жақсылап қуырылған соң, үстіне фаршымызды қосып, тұзымызды, бұрышымызды қосып, орташа жай отта қуырып аламыз бәрін. Етіміз піскенше, фаршымыз піскенше қуырып аламыз. Жаңағы начинкамызға огурцы мен свежий помидорды қосамыз. Бәрін бір келкі етіп араластырып аламыз. Енді майонезімізге чесногымызды чеснокодавкадан өткізіп, екеуін бір келкі болғанша жақсылап араластырып аламыз. Бір 2-3 қасығын рулетке салып, жағып шығамыз. Енді жаңағы начинкамызды саламыз да жайып шығамыз. Түгел жайып шыққаннан кейін рулет етіп енді орап шығамыз. Міне рулетіміз дайын, 2 шетін кесіп тастайсыздар, алып тастасаңыз болады. Сосын осылай дәу-дәу етіп рулетті турасаңыз болады. Міне іші осындай начинкасымен өте дәмді.